Балафани? Қолдарым шаршап қалды. Енді жазу келмейді. Ал олай болса, жаттығу жасайық. Мен жаттығу жасағанды жақсы көремін. Жоқ, тәтті. Біз қазір тек қана қолға арналған жаттығулар жасаймыз. Қалай сонда? Иә, қалай? Кеттік ал, дайындалыңдар. Екі қолды кезекпен ашып, екі қолды кезекпен жум. Екі қолды кезекпен ашып, екі қолды кезекпен жум. Келесі жаттығуға көшейік. Қолдарымызды бетіміздің жанына қойып, маймылдар сияқты кезек-кезек қол бұлғаймыз. Маймылдар секілді, қолыңды бұлға. Маймылдар секілді, қолыңды бұлға. Сен де тура маймыл сияқты болып қалдың. Ал енді екі бас бармағымызды бір-біріне қосып, құстардың қанаттарындай қозғалтайық. Самға қанаттарыңмен, самға құстар секілді. Самға қанаттарыңмен, самға құстар секілді. Ой, мен ұшып бара жатқан сияқтымын. Ал енді екі саусағымызды ғана шығарып, қайшы секілді қайшылаймыз. Қайшылаймыз. Қайшылайсың саусақтарыңмен. Қайшылаймыз. Қайшылайсың саусақтарыңмен. Ал енді саусақтарымыз ұрысып қалғандай, аралар ашып, сосын татуласқандай, бір-біріне жақындатайық. Ұрысып қалмасын, саусақтарың тез татуластыр. Ұрысып қалмасын, саусақтарың тез татуластыр. Тіпті шаршамаған сияқтымын. Әрдайым осы жаттығуларды жасап отырсақ, қолымызға да, миымызға да пайдалы болады. Әрине!